Видео басталмас бұрын сіздерге ВК әлеуметтік желісінен жақында ғана ашылған Country White Cars атты қазақша группаны ұсынамын. Көліктер туралы әдемі посттар шығаратын бұл группаға егер көліктерге қызығатын болсаңыз, тіркелуіңізді өтінемін. Сілтемесі төменде. Сәлем достар, бұл Скаврон арнасы. Ғарыштың шексіздікке баланатыны айтпаса да түсінікті. Осынау алып кеңістікте небір процестер орын алуда. Жұлдыздың туылуы, үлкен жұлдыздардың жарылысынан пайда болатын планеталар, галактикалардың соғысуы, бұлардың бәрі дәл қазір орын алып жатуы мүмкін. Осындай орын алып жатуы мүмкін процестердің бірі супернова деп аталады. Супернова деген есімді естігенде не есіңізге түседі? Дәл қазір қиын болмаса комментарийге пікір қалдырып кетіңіз. Ал біз егжей-тегжейлі түсіндіріп көруге тырысайық. Барлық адамдар өлетіні сияқты жұлдыздар да галактикаларда өмір сүруін тоқтатады. Жұлдыздар өмір сүруін тоқтатқанда өте әдемі құбылыс пайда болады. Оны супернова деп атайды. Бұл феноменді былайша түсіндіруге болады. Жұлдыз өз жарықтығын 4-8 есе үлкейтеді. Катаклизмалық процестер негізінде бұл жұлдыз өте үлкен мөлшерде энергия шығарады. Бұл энергия жарқылдың туындауына себепші болып, бұл жарқылды біз супернова деп атаймыз. Негізінен суперновалар постфактум болып келеді, яғни жұлдыздардың арақашықтықтары өте үлкен болғандықтан, кейбір суперновалар миллиондаған тіпті миллиардтаған жылдар бұрын орын алуы мүмкін. Сондықтан дәл қазір бақыланып жатқан суперновалық процестер біздің дәуірімізге дейінгі орын алған жайттар. Жалпы алғанда ғарыш кеңістігінде постфактум термині көп нәрсеге қолданылады. Жарылыс, яғни жарқыл жұлдыздың сыртқы бөлігінің сыртқы қабыршағын ғарыш кеңістігіне шашырату арқылы жалғасады. Яғни жұлдыздың сыртқы бөлігінің ғарыш кеңістігіне шығып кетуі. Соңында қалып қойған жұлдыздардың ядролары супернова ортасы компакт объекті қалыптастырады. Көбінесе бұл компакт объект нейтронды жұлдыздар болады. Жарылысқа дейін жұлдыздар көбінесе 8 күндік масса жинайды, ал қара құрдым үшін 20 күндік масса. Анықтап айтатын болсақ, аталған массалар жинаған жұлдыз немесе қара құрдымның суперноваға ұшырау ықтималдылығы өте жоғары. Ғалымдар дәл қазір бақыланып жатқан супернова формалары арқылы оның қалай және қанша уақыт бойы суперноваға ұшырағанын анықтай алуға мүмкіншіліктері бар. Суперновалардың маңызына келетін болсақ, дәл осы суперновалардың арқасында ғарыш кеңістігіндегі объекттер химиялық элементтерге толып отырады. Қысқасын айтқанда, суперноваға мынадай анықтама беруге болады. Супернова ол қартайған жұлдыз өлгеннен кейін пайда болатын тағы бір жұлдызға бастайтын процесс. Кей жерлерде жаңа пайда болған жұлдызды супернова деп атайды. Достар, жаңа 2018 жыл жақындап келе жатыр, ал бұл 2017 жылғы ғарышқа байланысты ең маңызды оқиғаны білесіз бе? Ол ғарыш дәуіріне 60 жыл толуы. Біздің заманымызға дейінгі 2000 жыл адамдар аспандағы шоқ жұлдыздарға қарап өз бағытын анықтай алуды білді. 1609-1610 жылдар. Жаңа телескоп арқылы адамдар күн жүйесі планеталарын бақылай бастады. 1924 жыл. Біздің галактика ғарыштағы тек галактика емес екені, одан басқа мыңдаған галактика бар екені дәлелденді. 1930-1940 жылдар. Астрономдар радиотелескоптарды қолдануды бастады. 1957 жыл. Ең алғашқы ғарышқа шыққан жердің жасанды серігі. Ғарыш дәуірінің басталуы. 1961 жыл. Ең алғаш ғарыштан аман-есен келген адам Юрий Гагарин. 1976 жыл. Марсты зерттеу басталды. Викинг зондының сәтті қонуы. 1980 жыл. Ғарыш Колумбо Voyager'дің саяхаты. Үлкен гиганттарды зерттеу басталды. 1980-1990 жыл. Жер орбитасындағы телескоптардың табысты жұмыстары. 2000 жыл. Чилиде ең мықты, ең үлкен телескоптардың бірі VLT құрастырылып шығарды. 2015 жыл. NASA, SpaceX, Lockheed Martin компанияларының арасындағы өзара ғарышты бағындыру бойынша жарыс. 2017 жыл. Ғарыш дәуіріне 60 жыл толды. Марсты екінші жер енді толықтай қабылданды. Қайта қолданбалы Falcon және Dragon ракеталары дүниеге келді.
Бұл тек ең басты ақпарлар ғана болатын. Бұдан басқа жетістіктер қаншама. Дәл осы табыстардың қатарына Қазақстаннан да үлес қосуға болады. Ол үшін қазір ең бастысы көп оқу. Және Стив Джобстың ақылды адам мен сабақты жақсы оқитын адам екі бөлек деген сөзін жақсылап қарастырып көріңіз. Сіздермен бірге болған Скаврон анасы. Видеомыз сізге тағы да өте пайдалы ақпараттар берсе, арнаға тіркеліп тегін лайктан аямауларыңызды сұраймыз. Және де Скавронның ВК группасына тіркелуді ұмытпаңыздар.